Мецтер мен ұстаздар қауымы. Мен бүгін қазіргі коронавирусқа байланысты барлық мұғалімдер қашықтықтан оқытуға байланысты видеороликтер түсіріп жатыр. Сол видеороликті түсіру жайында аздап мәлімет беріп өткім келіп отыр. Яғни бізге видеоролик түсіретін арнайы программаны скачать етуіміз керек. Оны скачать ету үшін Play Market деген приложениеге кіреміз. Кіргеннен кейін поискқа Do Recorder деп жазамыз. Мен мына жерде жазғаным шығып тұр. Соны басамыз. Запись экрана деген жазу шығады. Соның үстіне басамыз. Және де мына жерде менде бұл скачать етілген программа болғандықтан открыть деп тұр. Сіздерде скачать деп жазылып тұрады. Соны скачать етіп, сотыңызге скачать етіп аласыздар. Содан кейін кез келген жаңағы Do Recorder'дың ішіне кіреміз. Do Recorder'дың ішіне кіреміз. Кіргеннен кейін бізде жазулар шығады мына жерде. Экраннан сразу мынандай белгі шығады. Міне. Осы жерден мына белгінің ішінен нүктені бассаңыз видеоны жазып бастайды. Соны жазып бастауға дайындау үшін мен мысалы кез келген бір слайдты дайындап алам. Слайд немесе суреттерді скриншот жасап дайындап алсаңыздар болады. Мен слайдты алып отырмын. Мен мына слайдты аштым. Слайдты ашқаннан кейін мына белгіні көріп тұрсыздар ғой. Қаламның белгісі емес, поисктың белгісі емес, содан кейінгі белгі, үшінші тұрған белгі. Сол белгінің үстінен бассақ, бізде слайдымыз үлкейеді. Слайдты үлкейтіп алғаннан кейін слайдымызды оң жаққа қарай бассақ, келесіге, сол жаққа қарай бассақ, қайтадан орын ауысады. Сөйтіп телефоннан қосымша музыканы да қосып қойсаңыздар болады. Мына телефонның ортадағы свернуть деген кнопкасын басып, кез келген шаруаны бітіре бересіздер. Play музыкаға кіріп, музыканы скачать, менде музыка жоқ енді. Өздеріңізге қажетті музыканы скачать етіп алып, соны қосып қойып, қайтадан слайдты қосып алып, тапсырмаңызды түсіндіріп отыра берсеңіздер болады. Және де одан кейін сізге егер осы слайдтың арасына видеороликтер, сергіту сәті, тыныштық сәтін қосу керек болса, сіз қайтадан мына сары белгінің үстіне басасыз. Сонда осылай шығады. Осылай шыққан кезде мына екі таяқшаның үстінен бассаңыз, осы екі таяқшаны басқан кезде ол үш бұрышты болады. Содан кейін свернуть етуге арналған кнопканы басып, кез келген өзіңіздің телефоныңызда скачать етілген видео болса, сол видеоның үзіндісін қосып алып, немесе сізде ол видео жоқ болса, YouTube'дан іздеп тауып ала аласыздар. Мысалы, Білімланд деп іздеп, мен сол Білімландтың ішіндегі балаларға арналған мына видеоларды қосқым келіп отыр, мысалы. Міне, жүргізуші видеосы 1 минуттық видео екен. Мен ол видеоны қосу үшін алдымен дайындалып алам. Тоқтата тұрам бастағаннан кейін. Одан кейін жаңа біз білесіз ғой, мынаны видеоны тоқтата тұрдық. Видеоның мына екі таяқшаны бассақ, видеоны тоқтата тұру дегенді білдіреді. Ал егер мына төрт бұрыштыны бассақ, ол видеоның аяқтау деген сөз мынау. Сондықтан мына төрт бұрыштыны баспай тұра тұрыңыздар, видеоны аяқтамай жатып. Енді екі таяқшаның үстінен қайтадан басып, біз видеомызды сразу қосып жіберіп, экранды басып жіберсек, бізде барлығы кетіп қалады. Сонда ол видео алдын ала қосылып тұрған сияқты болып көрініп тұрады. Дәл осылай видеоларды қосып, видеоны түсіре аламыз. Одан кейін, егер де сізге оның ішіне суреттер, жаңағыдай арнайы заттар қажет болып жатса, қайтадан жаңағы екі таяқшаның үстінен басып қойып,
жаңағы галереяның ішіне кіріп қажетті суретіңізді тауып сол суреттің ашып аламыз да дайындап үлкейтіп аламыз да дайындап алғаннан кейін қайтадан осы кнопканы басып мына екі таяқшаның үстін қайтадан қосып жіберіп сөзімізді ары қарай жалғастыра береміз.